25, 26, 27 сериясы, яғни 3 бөлімді үзінді бүгінгі сериясында эпизодта өте қызықты кадрлер көрсетеді. Мынау сенің шынымен де анаң ба деп айқайлап сұрап жатыр Сәмет. Осы кезде Асат та айт, кәне өтірік айтшы анашым, барлығы өтірік деші дейді. Бірақ Сумру шындық дейді. Шындық, иә, мен олардың анасымын деп жылайды. Барлығы шок болып таңғалады. Сол кезде кемпір де жылап отырады. Сонда не үшін тастап кеттің деген сияқты тағы да сұрақты қояды. Осы эпизодқа дейінгі сұрақтың жауабын алады. Яғни Сумру жылайды. Сендердің әкелерің мені зорлады деп. Солай жылайды. Бірақ бұл өтірік па деп ойлаймын. Өйткені көрсетеді суреттен. Міне қара, Сумру, сен өзің жазғансың. Екеулер осындай махаббатпен түсірілген фотода. Сен өтірік айтасың, менің әкем ешқандай зорлаған жоқ деп. Осы кезде тағы да Хикмет әңгіме араласады. Бұл екі бала не үшін біздің әулетте жүр? Өйткені оның мақсаты осы біздің байлығымызды басып алу. Мелек Джиханды өзіне қаратып алу, ғашық етіп, алынық болса Сибилайды өзіне қаратып алу деген сияқты өзінің ойына келгенін және көзбен көргенін айтып жатыр. Ал бұл жерде Сибилай мен Джихан ең жаман көзқарасты болып қарап отыр. Ал әлі де ақталып жатыр Сумру. Иә, мен ол балаларым, бірақ біз ондай мақсаты жоқ деген сияқты. Мына жерден жала жабылып жатыр Нұқ пен Мелекке. Олар нағыз қанішерлер деген сияқты деп айтып жатыр. Бандиттің бастығы, оның адамдары бар. Олар мені ұрғызған деген. Сол кезде Сәмет шошып кетті. Кім сені қалай ұрды деген сияқты. Джихан да шок. Шынымен де уже сеніп жатыр. Мелек пен Нұқтың ойлары өте нашар, жаман. Байлық үшін келді, байлық үшін бізге өздеріне ғашық етті деген сенімге, сөздерге уже сеніп, мына жерде атмосфера енді у-шу жатыр. Асат айтып дәлелдеп жатыр. Мен ұрып кеткен, осындай жағдай болған деген сияқты. Осы кезде Хикметтің есіне түсіп жатыр. Бұрындары Мелек осындай әдейі жоспар құрды оның аяғын қайырылу үшін. Сол үшін даяршы болып жұмыс жасап бізді үйге кірді деген сияқты. Бұның барлық жоспар екен. Әу бастан мен білдім, зерттедім. Сол үшін Ақсуға барып қайттым. Бұл екеуінің қандай адамдар екен, байлық үшін барлығына баратын адамдар деп жала жауып жатыр. Сибилай көріп тұрсыздар, өте мұңды көзбен қарады, ашумен қарады. Бізді алдандық деген сияқтымен. Асат әлі де айтып жатыр. Шынымен де бұлар нағыз алаяқтар. Ал Сәмет болса Сумруға қарап, сен нағыз алаяқсың, мен сені үйден қуам, сен неге айтпадың деген сияқты Сумруды қинап жатыр. Қалай айтады енді 27 жылдан кейінгі нәрсені. Хикмет өз дегеніне жетті. Кемпір мен Сумруды үйден қуғызуға күші жетті. Сәмет болса қарындасының айтқан сөзіне еріп және осы шындықтарды біліп, Сумруды ешқандай ақшасыз, тіпті бір тиын бермей үйден қуды. Қазір толық видеоларын көрсетемін. Бұл жерде Сумрудың барлық алға, алтын дегендердің барлығын отқа тастады, тіпті карточкасына дейін отқа тастады. Және Қарекеға звондап, Асат звондап жатыр. Қарека, құтты болсын, біздің екі бауырымыз бар, ағамыз және әпкеміз бар. Сен мұндай қызықтан құр қалдың, тезірек деп қалжыңы және өзінің үнемі жаман ниеті бар ғой бұның. Асаттың үнемі бірдеңені ұрынып жүреді. Мына жерде атака болып жатыр әлі де. Ал бұнда жылап келе жатыр Мелек. Мелек пен өздерінің кінәсіз екендігін дәлелдеп жатыр. Негізгі мақсаты өздерінің анасына балаларын не үшін тастап кеткенін білу еді мақсаты. Бірақ оны үлкен дауға ұластырды. Алаяқ деді, қанішер деді. Әйтеуір сондай езіліктер ақша ғой бұл жерде. Әлі де Сәмет ашулы. Осылай жекежайдағы көлікке бұйрық берді. Сумру мен анасын Каппадонияның айдаласына апарып тастаңдар. Бұлар ең нашар адамдар, алаяқ деген сияқты. Жалынып жатыр кемпір. Бізді олай қума деп. Кемпірдің үйі өртеніп кеткен. Сумрудың
үйін анадағына Хикмет алдыңғы бөлімінде өз атына аударып алған. Өйткені бұның барлығын білді ғой. Жалынып жатыр. Бұлай жасама Сәмет, маған бұлай жасамашы деп. Бірақ Сәметтің тыңдайтын түрі жоқ. Тіпті ашуланып, тіпті өлтіріп қоя жаздатындай. Кемпір қанша жалынса да Сәмет тыңдамады. Анисия нағыз өте жазық қызметкер екенін көрсетіп жатыр. Мен де кетемін дейді бұл үйден. Маған Сумру ханым болмаса, мен де бұл жерден ешкімге қызмет еткім келмейді деп Аниса да барлық жүгін жинап кетіп қалды. Бар ойы әлгі Сумру мен анасын тауып алып қасына алу. Солай бір күн бойы өзінің жеке көлікпен анасы мен қызды іздейді. Сумру мен анасы Каппадонияның таулы үңгірдің ішінде сол жаққа қарай апарып тастаған ғой. Қайтатын машина жоқ, көлік жоқ. Амалсыз сол түнді үңгірдің ішінде өткізеді. Анасы екеуі қорықпа, бәрі жақсы болады деп қызын жұбатуда. Арасында жылап та қояды. Бізді осындай күйге түсіргенде не жағдай болды? Біз соншалықты не жаздық деген сияқты. Екеуі бір-бірін жұбатып жатыр. Ал мұнда Хикмет маңғазданып қуанып отыр. Айттым ғой, бұл менің үйім. Мен барлығын басқарам. Сендер кімсіңдер деген сияқты өз-өзін мақтап жатыр. Менің айтқаныма жетемін, менің дегенім болады деп өте қуанышты болып жатыр. Өйткені барлық нәрсені қуып жүрді. Ал мұнда таң атты. Екеуі әлі де айдалада отыр. Үстерінде киімдері ғана бар. Анасы тоңып бара жатыр. Бұрын-соңды бұндай үңгірде тұрып көрмеген. Негізі бұл жерде таксиның мен анасы да осы үңгірде тұрған екен кезінде. Таңертең ұйқыдан тұрса, Нұқ осылай байлаулы ат қорада. Тіпті келесі бөлмеде Мелек те байлаулы. Өздері таңғалып қалады, бізді кім алып келді деп. Ал мұнда Сибилай мен Джихан әлі де сене алмай жүр. Шынымен де бізді алдады ма олар деп. Біздің сезімімізбен ойнады ма деген сияқты бір-біріне сұрақ қойып жатыр. Иә, олар біздің сезімімізбен ойнады, бізді алдады дейді. Ал Нұқ байлаулы есін жиып, қарындасын іздеп жатыр. Бірақ аузы байлаулы болғаннан дауыс шықпай жатыр. Ал мұнда шаңдатып осындай екі көлік келеді. Міндетті түрде кім екенін біліп отырсыздар. Бұл жерде Асад және Самет, Джихан. Олар Нұқ пен Мелектен кек алмақшы. Бізді қанша ай бойы алдадыңдар, үйімізге кіріп алдыңдар. Ойларың белгілі болды, ақша үшін осындай қадамға бардыңдар деп. Асад ашулы, тіпті Джихан да ашулы. Сәмет одан бетер ашулы. Мен сендерге көрсетемін. Мен сендерді қалай жазалайтындарыңды әлі ойланған жоқпын, бірақ алдағы уақытта сендерді бұл жерден тірі шықпайсың деп қорқытып жатыр. Тіпті Джиханның өзі сүйген қызына ашулы. Сен мен не алдадың? Тек шыныңды айт деп. Ал мында Асад мәз. Көресіңдер, біз сендерден қалай кек алатынымызды, сендердің қалай қиналып өлетіндеріңді біз нақты бақылаймыз деп жатыр. Тіпті адам өлтіргендей Сәмет те өздерін жеуіп жатыр ғой бұл жерде. Бірақ соңында оқып жеп болатынын білмейді. Әзірге киноны қызықты болу үшін осылай екі егіздердің әлсіздігін көрсетіп жатыр. Ал мұнда Джихан қалай Мелікке ғашық болып қалғанын көз алдына елестетіп, қанша жерден сүйген қызын өзін алдағанына сенбей жылап жатыр. Мұңайып жатыр, жылаған жоқ, мұңайып жатыр. Сәмет келіп Нұққа көресің, қазір мен сендерге қандай жаза қолданатынымды деп жатыр. Айдалада әлі де үңгірдің ішінде жүрген екеуі қалай жол табарын білмей жүргенде Аниса бұларды тауып алады. Екеуі қатты қуанып кетті. Аниса тіпті қуанып кетті. Ой, Сумру ханым деп жүгіріп келіп жатыр мына жерде. Бұны басында байқаған жоқ. Өтіп бара жатқан жолаушы деп ойлады, бірақ бұның ішінде Аниса еді. Түні бойы іздеді ғой екеуін, әзер тапты. Мен сендерді таптым, Аллаға шүкір, рахмет деп жатыр. Бұл кездері кемпір де Аллаға шүкіршілігін айтып, рахмет деп. Аниса өзінің үйін алып келді. Сумру ханым, менің осындай кішкене шағын лашығымда тұрыңыздар. Кең сарайда үйім жоқ деп айтып жатыр. Кемпір мен Сумру қуанып кетті. Ал мұнда Нұқ қарындасының амандығын білу үшін айқайлап жатыр. Мелек, сенде бәрі дұрыс па?
қорықпа, біз бір жерден шығамыз, әлі ол шаншаның әулетіне көрсетеміз деп жатыр. Ал мұнда жалған үйленгенсе де екеуі бір-бірін бақытты етіп көрсетіп, журналистерге сұхбат беріп жатыр. Біз үйлендік, некеміз қиылды деп. Таксиннің адамдары енді ғана Таксинге хабар беріп жатыр. Нұх пен қарындасын Самет атқорыда ұстап жатыр деген хабар енді жетті. Таксин шошып кетті. Не дейді? Мен оларды құтқарам. Тез жігіттер жинаңдар деп Нұх пен Мелекті құтқаруға шықты. Прям осы жерде қызық болады енді. Бұлар бір-бірін қабырға арқылы амансың ба Нұх, амансың ба Мелек, бір-бірін мотивация беріп, біз олардан әлі көресің кегіміз аламыз деп жатыр. Ал мұнда балайымызды тойлаймыз деп Сибилай мен Жихан ішімдік ішіп отыр. Осы ішімдіктің кесірінен бұлар бүгін бір нәрсені білдіретін сияқты. Таксин келді, адамдарын алып, Нұқты тауып алды. Енді оларды құтқаруға кірісті. Нұх таңғалып жатыр. Таксин аға, сен бізді қалай тауып алдың деп. Таксин айтып жатыр, менің құлағым бар, құлақтарым өте көп, барлығын естимін деп. Осылай екеуін құтқарды. Мен өзім қуаныштымын Таксин ағаға. Содан кейін Сибилайдың арақ шотқанын әлі де көрсетіп жатыр. Қонақ үйде отыр екен, екеуі балайын атап өтпекші. Жихан екеуі. Таксин құтқарды. Ендігі кезекте қонақ үйден шыққан екеуі бір бөлмеге тапсырыс берді. Бұл бөлменің ішінде көздері осылай бір-бірімен түйісіп, тіпті бір төсекте жатуға дейін барады. Осы сираның соңында Мелек пен Нұқтың өртеніп кеткенін айтады. Содан кейін бұлар екеуі құстай ұшатын болады. Әзірге білмейді. Әзірге осылай той-тойлап, шарап ішіп, бір-біріне бір ғашықтық көзбен қарап жатыр. Кино қызықты болу үшін барлығы да болады. Нұх пен Мелек қазір осындай махаббаттық романтикасы болып жатқан кезде ат қорадағы аттардың барлығын шығарып жіберіп өртейтін болады. Бұл жерде бір күзетші бар, бірақ бір күзетші ұйықтап жатыр. Ешқандай дыбыс естімейді. Киноның осындай жері ұнамайды маған. Қалай естімей қалады деймін ғой, аттардың дауысы естіліп жатыр. Осы жерде ұйықтап жатыр күзетшісі. Сол күзетшінің қасындағы оттықты алып, жанармай құйып, қораның барлығын өртеп жіберіп, күзетшіге айтады, сен бізді өртеніп кетті деп айт Самет мырзаға. Егер біздің тірі екенімізді айтсаң, біз сенің жаныңды аламыз деген сияқты. Осы жерде ат қоралаулап өртеніп жатыр. Келесі бөлімін ертең салатын боламын. Күтіңіздер.